Қазір мен де Ермахан ол жайында бір деректер білдім. Қызық па? Бұл жерде қызығынан шыжығы көп. Алишер де анау адам емес қой. Оның саясатқа араласу бекер емес. Демек, артында демеп тұрған бір адам бар. Аға, егер Секені көрсеңіз, айтасыз ба? Ақша дайын. Бізбен хабарласын. Жарайды, ол хабарласса сәлемдерін жеткіземін. Сенімен бас қоссам, бақытты болатыныма көзім жетті. Оның інісінің кезіндегі істеген қылмыстары басынан асады. Ол кезінде сотталған секілді. Бұның бәрі мақалаға жете ме? Масқаралауға жетіп жатыр. Байқағаным, екеуің бір-бірлеріңе үйлеседі екенсіңдер. Рахмет. Досхан мені қатты қыспаққа отыр. Өз бетімен ештеңе шеше алмайды. Бұл жұмыстың қиын екенін енді түсінген шығарсың. Соңына Аманғалиев Алишерден сұраңыз. Бірақ күнде жақсы жұмыс істейтін жұмыскерлердің бәрі шығарып жүреді. Аяқ астынан ақша керек боп болар деп артығырақ салды. Рахмет Досхан аға. Ұятқа қалдырмаймын, сеніміңізді ақтаймын. Мен ешкімге сенбеймін. Егер бірдеңе дұрыс болмай қалса, сенен сұраймын. Әрине, әр теңгенің есебін беремін. Мұнда теңге жоқ, кілең доллар. Жарайды, қорықпай-ақ қой. Ал, айта бер, не істегелі жатырсың, не бітірдің? Ең алдымен баспасөз құралдары арқылы шабуыл жасаймыз. Газет, радиоларды қосады. Барлығын бір уақытта жасауы болмайды. Аз-аздан шетінен істеу керек. Әйтпесе сезіп қояды. Сайлау алды жұмыстардың кестесін жасап қойдым. Жақсы. Досхан Қасымұлы. Не? Мен бір тілші таптым. Кім ол? Ол өзі бір күн жігітпен жұмыс істейді, әйтпесе оны баяғыда жоқ қылар еді. Не туралы жазады? Алишер мен інісінің ұйымдасқан қылмыстық топ басқарып отқан жайында. Солай де. Ініс жайында мәліметтер жинадық. Ол жігіттің өткен өмірінде талай қызықтар бар екен. Дәлелі бар ма? Бар. Сәл-сәл кішкене қолпыртып жіберсек, нағыз жарылатын бомба болайын деп тұр. Сен әзір асықпа. Қазір Алишер жұмыстан қысқартылып қалғандардың дауынан есін жиып алсын. Мен оны бүгін теледидардан көрдім. Я, ақшамен бәрін істеуге болады. Ақшаның күшімен оның ел алдындағы абырой-беделін сүру қиын емес. Ай, Алишер, анамнауға бой бере қоймас. Оны кезінде көрерміз. Қазір ең бастысы, халықтың оған деген сеніміне селкеу түсіру керек. Алдағы болатын пікірсайыста менің үміткерім оны тақырып отырғызатын болады. Ал, ойлағанымыздың орындалу үшін алып қояйық. Сонына Аманғалиев Алишерден сұраңыз. Сен мұнда не істеп жүрсің? Мынаны қараш, Жанбек. Жоқ, ақшамызды алдық, бірақ соның соңында бір айдай уақыт жүрдік. Керемет, я? Досхан шындап кірісіпті ғой. Әрине, Мәуленнің көмегімен. Осы Мәуленнің есі дұрыс емес. Алишермен сөйлестің бе, ол не деді? Ештеңе. Досхан маған көзімді ортам деп сес көрсетіп отыр. Мәулен құжаттарды берді ме? Қайдағы құжат? Ол маған ешқандай да құжат берген жоқ. Мен оған екінші жартыжылдықта комбинатқа қажет құрал жабдықтардың нақты бағалары көрсетілген тізімді дұрыстап әкелсін деп едім. Маған ешқандай да құжат берген жоқ, Жанбек. Аллайгүл, сәлеметсіз бе? Екінші жартыжылдыққа қажетті құрал жабдықтарды сатып алу есебі жазылған құжаттар қайда? Не? Мәулен осы туралы сіздерге ақпарат беру керек еді ғой. Түсінікті, жақсы. Жанбек, не болды? Олар бәрін дайындап апарыпты. Мәулен бекітпепті. Неге? Оны мен қайдан білейін? Айттым ғой оның есі дұрыс емес деп. Жарайды, ренжімеші.
әуленнің мына қылығы мені қатты алаңдатып отыр. Достан Қасымұлы, менде бір өтініш бар. Жәнібек. Маған сол баланың іс-әрекеттері ұнамай жүр. Мына бірге бастап жатқан жұмыстан бойын алшақ салғысы келеді. Неге бұлай дейсің? Әлішерді қыспақ қал деген. Айлаға басып, әлі күнге созбақтап жүр. Жәнібек сияқтыларды білем. Өз басының қамын ойлап қорқады. Егер ойы дәл сен айтқандай болса, онысынан түк шықпайды. Жақсылап тұрып бір қысып алсам, менен асып ешқайда бармайды оған қамжыңа. Мұндайлардың талайын көргенбіз. Келіңіз. Қайырлы таң, Жан. Қайырлы таң. Қалай демалдың? Жақсы. Қандай керемет. Екеуміз үйленгеннен кейін ерте тұрып таңғы ас дайындап беруге уәде беремін. Солай істесең дұрыс болар еді. Әйтпесе негізі бұндай тірлік қолдан келмейді. Ана жұмыртқа күйіп кетпеп па? Жоқ. Таңертең тұрғанда ылғи да қарным ашып тұрады. Ас болсын. Рахмет. Әлішер ерте кетіп қалған ба? Ол үнемі ерте тұрады ғой. Таңғы 7-де ма кетіп қалды. Оның алдында ыңғайсыз болған сияқты. Төсегіне жатып алдым ғой. Ал сендер диванда қысылып жаттыңдар. Ештеңе етпейді, қайта біз балалық кезде еске түсіріп, біраз күліп жаттық. Жеке пәтерге қолымыз жеткенде, міндетті түрде қонақ бөлмеміз болу керек. Және диванымыз болады. Олай болса екеу. Қонақтарға да ма? Иә. Бұйыртса. Салауатты өмір салты ма? Сайлау болды, бағдарламаны жүзеге асырып жатырмын. Өзіңнен жаңалық. Сұхбаттың мәтінін теріп қойдым. Сұрақтарға беретін сіздің жауабыңызды қызылмен белгіледім. Кәне, оқып көрейік. Сайлау болды науқаны кезінде ерекше көңіл бөлетін жайларым. Мен жастарға сенім артамын. Жақсы. Жастарды белгілі бір мамандыққа баулуға ерекше көңіл бөлу керек. Өте дұрыс. Сонымен спорт және мәдениетке қатысты жұмыстар. Зайнева, былай деп қосу керек. Спорт пен мәдениетті дамытуға қолдау көрсету. Онан соң спорт және мәдениет нысандарын материалдық техникалық тұрғыда жаңарту. Адам игілігі үшін жасалған реформа. Тауып айтылған сөз. Бәрін қамтуға тырыстым. Зарина, енді мыналарды қосу керек. Зейнеткерлер, мүгедектер мен көп балалы отбасыларды қорғаудың әлеуметтік жүйесін жетілдіру. Түсіндің бе? Оның бәрін сіздің бағдарламаңыздан алармын. Саған бір тағы тапсырмам бар. Айта беріңіз. Маған Шыңғыс Жұмабеков туралы ақпарат керек. Жақсы. Шыңғыс Жұмабеков. Ол Досқанның депутатқа үміткер ретінде қосып отырған адамы. Ол туралы мәліметтер аз болуы мүмкін, барынша табуға тырыс. Түсіндім, орындаймын. Айтпақшы, пікірсайыстың мәтінін кім жазып жатыр? Оны мен Анель айналып жатырмын. Кейін өзім кірсем ғой. Алғашқы нұсқасы дайын болса, бірде маған алып кел. Шыңғыс туралы ақпаратпен бірге. Жақсы. Алло. Айдар Төреханұлы, тыңдап тұрмын. Мен өзімдемін. Келсін күтіп отырмын. Жақсы. Жеке пәтерге қол жеткізу үшін ақша табу жолдарын ойлау керек. Біз жаспыз ғой, жұмыс істейміз. Қандай да бір кәсіппен айналсақ болады. Кәсіпкерлік мен қолымнан келе қоймас. Турбазын айтып тұрсың ба? Олай болған өкінішті ақ. Жап-жақсы басталып келе жатыр еді. Соны айтам.
жаттықтырушыдан басқа қолымнан түк келмейтін сияқты. Ол да жақсы ғой. Оның өзі сенің адамдармен жұмыс істей алатыныңды көрсетеді. Мен өзім де көрдім, сен жақсы жаттықтырушысың. Бокс мектебін ашсаң болады. Иә, бұл табылған ақыл. Менің жас таныстарым бар. Әйелі балабақшада тәрбиеші болған. Кейін күйеуі несие алып, жеке балабақшасын ашып алды. Содан? Қазір екіншісін ашпақшы. Қанша бала барын білесің бе? Тіпті бос орын жоқ. Балаларды спортқа баулуға да айрықша көңіл бөледі. Ойланатын нәрсе екен. Иә. Әртүрлі жастағы балаларға арналған топтар көрсетіледі. Ақылдымсың. Жаным, мен сені жақсы көремін. Мен де сені жақсы көремін. Жұмыстарың қалай болып жатыр? Біз соны білуге керек. Жұмыс өте көп. Шынымызды айтсақ, басымызды көтеруге уақыт жоқ. Әлгі жұмысшыларға қатысты шаруалар не болып жатыр? Қалай болғанда бұл мәселені ұзаққа созбай шешу керек. Иә, мен сұхбат бергелі отырмын, мәтіні дайын. Иә. Тездету керек. Осы мәселеге байланысты әр алуан алып қашпа сөз тарап кетуі мүмкін. Білемін. Ол сөздің қайдан шыққанын да білемін. Досқанның бізге қарсы жасаған әрекеті ғой. Солай ма? Иә. Білуімше, оның депутаттыққа үміткер қылып отырған адамы Шыңғыс Жұмабековтің үгіт насихат жұмыстары өте қарқынды жүріп жатыр. Иә. Мен ол кісімен пікірсайысқа шығуға әрекет жасап отырмын. Әлішер, пікірсайысқа байланысты біз көп қаражат бөліп отырмыз. Алдағы уақытта да қол ұшын береміз. Сен оған қам жеме. Рахмет. Сіздердің және мені қолдап отырған жұрттың сенімін ақтауға мен бар күшім саламын. Жақсы, пікірсайыс қашан болғалы жатыр? Телеарна әлі нақты уақытын белгілеген жоқ. Бірақ дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Тікелей эфирде өтетін болады пікірсайыс. Меніңше сендердің осы бөлмелерің кішілеу сияқты. Ертең жұмыс қарқыны басталған кезде келушілер көбейді. Сол кезде тарлық етеді. Иә, жалпы сайлау штабының ыңғайлы болған дұрыс. Орталықта жақынырақ бір жер бар. Мен сіздерді өте жақсы түсінемін. Сайлау науқанын өткізу үлкен қаражат талап етеді. Мен оны білемін. Бірақ сол ақшаны тиімді пайдаланған дұрыс деп ойлаймын. Сонда қалай ойлайсың? Одан гөрі тұрғындармен, зейнеткерлермен кездесуді жиірек жасап, облыстарды, жоғарғы оқу орындарын аралап шыққанымыз дұрыс деп ойлаймын. Иә, бұл сөзімді қоштаймын. Темірді қызға келінді соқ деген бар емес па? Жоқ, ол мен де қоштаймын. Жарайды онда, біз жүрейік. Тек пікірсайыс болатын уақытын біліп, бізге хабарлай сал. Жақсы, сау болыңыздар. Ал іске сәт. Жақсы. Іске сәт, жақсы. Жұмысқа түске қарай келетін болыпсың ғой. Босқа отырып қайтем. Жұмыс деген жүріп жатыр. Қалың қалай? Жақсы. Өте жақсы деп айтуға болады. Комбинатқа екінші жарты жылдыққа қажет болатын құрал жабдықтардың тізімін жасап, солардың нақты бағаларын алып кел дегенім қайда? Біздің бөлім қазір осымен шұғылданып жатыр ғой. Олар саған бәрін дайындапты, бірақ сен бекітпепсің. Енді құжаттардың бәрі дайын емес. Содан кейін бір-екі жеріне өзгерістер енгіздім. Сен оны маған таңертең әкелу керек болатынсың. Мен не істеймін? Бұл сол бөлімнің адамдардың ыждағатсыздығынан. Бірақ ол сенің бөлімің ғой. Солар үшін мен жұмыс істеуім керек пе енді? Ойлан, бұлай істеуге болмайды. Сені қызметіңе қайта алғанда осылай тайраңдап жүрсін деп пе? Менің жолымды кескенің аздай. Мұны мен не демекшісің? Ештеңе. Жұмысқа бұлай қарағаның ұнамайды. Солай де. Сонда маған не істемекшісің? Жұмыстан шығарып жібересің бе? Әй, бұндай батылдық сенің қолыңнан келе қояр ма екен, Өйткені мен сен туралы көп нәрселер білем ғой. Сонда не білесің? Ештеңе. Мен жұмысымды істеп жатырмын. Сен де тыныш жүр. Екеуміздің тату болғанымыз дұрыс қой.
Солай емес пе? Алтынай, не пісіріп жатырсың? Байқастық. Иісі мұрным жарып барады. Онда мұрның жауып отыр. Ыстық екен. Ой, Айнұр, сен естай сияқтысың. Бұрын неге пісірмегенсің? Қайдан? Уақыт жоқ қой. Апам ғой үйреткен. Өте дәмді екен. Ішіне не қостың? Құпия. Тез жасай салғаным ғой. Апам бұдан да дәмдірек пісіреді. Алтынай, осындай дәмді бәліштерді сатуға шығарсақ қайтеді? Айнұр, қайда? Осы ауылда ма? Иә. Қош, мұндай бәліш пісіру кез келген қыздың қолынан келе береді ғой. Ой, бизнесмен амай. Естай мен апама қалдыра сал бір екеуін. Енді біреу жеймін, сосын қалғанын алып қойсаң болады. Мәди де бәлішті жақсы көреді. Ол қашан келеді? Білмеймін. Шаруасын бітірген соң келетін шығар. Мәди қазір өзгерген. Тағы ашылған жүр ма? Жоға, керісінше. Жиі қоңырау шалып, балалардың жағдайын сұрайды. Не, ол жақсы ғой? Я. Айнұр, кезінде Мәди менің сыртымнан біреумен көңіл қосып жүр-ау деп күдіктенгенім рас. Қойшы. Шын айтам. Бірақ ылғиды артынан іздеп барғанда. Талғаттың жанынан табылатын. Ай, осы әйелдер ай. Өздерің бірдемені ойлап табасыңдарды, сосын күйеулеріңді қызғанып жүресіңдер. Ал олар болса жұмыстарынан бастары қатып жатады. Олардың тіпті басқа елдерге қарауға мұршалары жоқ қой. Алтынай, мынаны алып қойшы, болмаса бәрін жеп қоятын сияқты. Жей берші. Өте дәмді болыпты. Мәди, кел тамаққа. Кел деймін. Жұмыртқа жүрегіме тие бастады. Басқа ештеңе жоқ енді. Тақа? Табылмаса ше? 3 күн өтті ғой. Табылады. Серік ақшаны жанындай жақсы көреді. Білмеймін. Полицияға хабарлассақшы. Есің дұрыс болса енді. Не? Оларға не демекшісің? Серік деген бір ақшамызды алып, алдап кетті дейсің бе? Ол бізді танымаймын деп шыға келеді. Күту керек. Алло, Нұргүл? Сәлем. Дауысыңды естіп қуанып қалдым ғой. Көп рахмет. Менде бәрі жақсы. Жай саған хабарласып қояйын дегем. Нұргүл, сен жылап отырсың ба? Не болды? Жоқ. Жай. Мәди, мен қатты қорқам. Не болып қалды, Нұргүл? Не болды, айтшы? Мәди, ештеңе де болған жоқ. Мен бүгін химиотерапияның бірінші сеансына барам. Бұл жақсы ғой. Баруың керек, емделуің керек. Білем, мен дәрігермін ғой. Кешір, сенен басқа хабарласатын адамым болған жоқ. Саған көп рахмет. Нұргүл, сабыр етші, бұл қарапайым ем ғой. Білем, мен дәрігермін ғой. Бәрі жақсы түсініп тұрып, сонда да қатты қорқам. Міне, бұл емнің саған пайдасы көп болады. Бұны өзің де жақсы білесің ғой. Осыдан кейін бәрі жақсы болады. Дайынсыз ба? Жақсы, Мәди.
сау бол, мен кеттім. Телефоныңызды тастап кетіңіз. Тез етіңіз, Нұргүл. Сәлематсыздар ма? Сіздердің келгендеріңізді байқамай қалдым ғой. Мен іште бұзауларды қарап жүр едім. Бізге сүт керек. Таңертең ғана алып келіп едім ғой. Жетпей қалды ма? Сүт қосып, тамақ істеп тастағам. Мына сізге. Рахмет, Алтынай. Әйеліңізге де беріңіз. Ол жемейді. Диета ұстап жүр. Болатбек сүтті қайдан алса болады? Мен өзім әкеп берейін. Қайтеңіз, Өзім құйып алам. Жоқ, мен өзім құйып әкеп берем. Жарайды. Мынаған не болған? Бұл сен ұнатып қалған сияқты ғой. Қайдағын айтпашы, оның әйелі бар емес пе? Сондықтан да осыған сөз айтпай жүр. Қойшы, Алтынай. Алыңыз. Ал мынау сізге. Бұл не? Мұны өзім тердім. Жабайы таң құрай ғой. Сиырларды айдап бара жатқан кезде байқап қалдым. Алтынай, жүр кет. Сіздерге тағы да еш нәрсе қажет емес пе? Мүмкін ет керек шығар. Ыңғай келсе мен қой сойып тастайын. Жоқ, рахмет. Оған дейін мәкеңде келіп қалар. Жоқ, Болатбек, ештеңе де керек емес, сау болыңыз. Жоқ, мен сіздер... Сау бол деп те айтпадың ғой? Оның маған қалай қарағанын көрсең ғой. Ұяттан жерге кіріп кете жаздадым. Қойш, неменеге ұяласың? Оның әйелі бар емес пе? Сұмдығы. Масқара. Жоқ. Міне, қармаққа түстім деген осы. Менде 6 шақты, бірақ саған беретін ақшам да жоқ қой. Ақшаң жоқ. Демек, менің тілегімді орындайсың. Біз бұлай келіскен жоқпыз ғой. Қалай? Енді қара, сенің тасың менің алаңыма кеп түсті ма? Иә. Түсті. Бұның қожайыны кім? Кім? Мен. Жарайды, не қалайсың? Екі тілек тілеймін. Жоқ, олай болмайды. Неге болмайды? Сол болмайды. Ал, жарайды ал. Бірақ тілек тілейін. Ән айтып бер деп айтайын деп едім. Одан да жеңілін айтайын. Сүй. Мына бетінен. Ерінен. Болды, оны бірден анықтап айтым керек еді. Сүй деймін. Жоқ. Сүй деймін. Сүй деймін саған. Сүй деймін. Сүй деймін. Сүймеймін. Болды, мә саған. Сені ережесіз жекпе-жекке қатыстыру керек қой, Иә. Қолымды сындырайын дедім. Екеуміз бірге болған қандай жақсы. Соған қуанам. Мен де. Дауысыңа қарағанда онша қуанып тұрмаған сияқтысың ғой. Неге? Қуанып тұрмын. Бұлай босқа жүре берген болмас енді. Бір шаруаны бастау керек. Не істегің келіп тұр сонда? Білмеймін, бір түрлі жасап ақша табу керек. Иә. Бокс мектебін ашқым келеді, бірақ оған өте көп ақша керек қой. Мейрамханаларда ән айтсам қайтеді? Енді, бұдан кейін ондай сөзіңді естімейін. Жарай ма? Сен әншісің. Әншілер... Сен... Кім? Енді ер адам болғаннан кейін ақшаны мен табуым керек. Түсінді? Жарайды. Сен анау монополияны ойнай алмайтындығың өкінішті болды ғой? Онда сен миллиардер болып кетер едің. Онда сені бірден ережесіз жекпе-жек клубыма алатын едім. Жоқ, ешқашан. Арсен бірде сондай бір жерге шақырған мені. Арсен? Иә, ол өзі осындай жекпе-жектерді ұйымдастырады екен. 8 бұрыш дей ма, 10 бұрыштық дей ма, қалай еді? 8 бұрыш. Иә, солай шығар. Арсен қайдан есіме түсіп кетті. Сені ойлап отқан шығар? Шынымды айтсам, үйге барғым келіп тұр. Барайық. Қазір барайық. Шын айтасың ба? Шын айтамын. Әлішерге ескертіп берсек болды. Міне, кофеңіз. Құжаттарыңыз.
Бар тапқаным осы. Бұл да аз емес. Меніңше, Шыңғыс депутаттыққа үміткер ретінде лайық емес секілді. Неге оны бәрі мақтай береді? Зарина, енді ондай адамдармен жұмыс істеу өте ыңғайлы. Айтқанынан шықпайды. Мүмкін, бірақ сіздің оның алдында артықшылығыңыз анағұрлым көп. Солай ма? Қане онда салыстырып көрейік. Салыстыратын несі бар, қараңыз. Ол ешқашан өндірісте жұмыс істемеген. Әскерде де болмаған. Ол тек өзінің отбасылық беделіне ғана сенеді. Сүйенішің болғаны жақсы. Жоқ, депутат ең алдымен өзіне сену керек. Ал сіз болсаңыз, ауылдық жерденсіз. Бұл өмірге дейін қанша жетістікке жетсеңіз, оның бәрі өз еңбегіңіз. Зарина, сен мені тым мақтап жүрген сияқтысың. Жоқ, сіз өндірісте көп жұмыс істедіңіз. Тәжірибеңіз де көп. Және де қарапайым халықпен өте жақсы тіл табысасыз. Кейбіреулер бұлай да ойламайды. Оның бәрі орнына түседі. Сізбен бірге дауласып жүргендердің артында біреу тұрған анық. Қысқасы, сіз Шыңғыстан анағұрлым алдасыз. Жақсы, онда мен саған сендім. Тек бір ғана нәрсе бар. Не? Әлгі Шыңғыстың әйелі бар. Әйелі болған сонда жақсы ма? Сайлаушылардың көпшілігі оған мән береді. Отбасылы адамның жауапкершілігі көп, сенімді болады дейді. Ал бойдақтардың жұмыстан көрі қыз қарқынды көп ойлайды деген пікір қалыптасқан. Зарина, енді бұрын солай болған шығар, қазір менің ойымша ол ойламайды. Мүмкін, бірақ әлеуметтік зерттеулерге сенетін болсақ, сайлаушылардың 70% солай деп ойлайды екен. Демек, менің де бір кемшілігім бар. Әйтпесе, ешқандай міні жоқ үміткер болып қалбайым. Маған осындай үміткер ұнайды. Зарина, кешке қандай жоспарың бар? Ешқандай, не болды? Кешкі асты бірге ішсек деп едім ғой. Түскі тамақты ішпедік. Енді ең болмаса кешкісін жақсылап тұрып, қарнымызды тойдырып болмаймыз ба? Жарайды. Келістік онда. Ал, не бейіндайың бар? Ағамның үйіне қонақ келе алмайым ба? Әттең әйелімнің көңіліне қарайым. Әйтпесе сені табалдырықтан да аттап басым. Ай, не керек? Сендерге жақсылық ойлағаннан басқа не жазығым бар мен? Болмайтын нәрсені күдіктене бересіздер. Бұл не? Айеке, сізге не болған? Әлде маған қарызға ақша бергеніңізді ұмытпадыңыз ба? Мен кезінде аяқ асты ақша керек болды. Қазір қайтарып отырмын. Мәулен, бұл қай мазақ не? Қайдағы мазақ? Мен қарызымды қайтарып отырмын. Сен айтшы. Менен саған не керек? Сенбейсіз, ә? Жарайды, мен кеттім. Жұмыстарым бар. Мен сізге айтарым бір кеңесім бар. Маған ба? Иә. Ана Әлішерге қатты сене бермеңіз. Әйтпесе талай нәрседен қағыласыз. Қорқытпақсың ғой. Бұл туыс адамның жанашырлық кеңесі. Ал ол кеңесіңе құлақ аспасаң ше? Олай болса, мен Әлішерді жазалаймын. Ал егерде сіз менің жолымда тұрсаңыз, онда не істейсің? Онда сізді де жазалауға тура келеді. Шық кәнім. Есік әнім. Иә. Түсінікті. Айдар Төреханұлы,
Онда мен сізге кейінірек хабарласайын. Мен қазір бір жерге асығып бара жатырмын. Жақсы, сау болыңыз. Не болды? Соншама. Қайда ішін алдыңдар? Тыныштық па? Тыныштық біз сол, өзіме қоштасып кетейін деп. Қайда барасыңдар? Алматыға кетеміз. Алматыға? Онда мен сендерді вокзалға шығарып салайын? Жоқ, рахмет, біз Астанаға дейін таксимен, ары қарай ұшақпен кетеміз. Жақсы, онда жол болсын. Жақсы. Жоғалып кетпелші. Хабарласып тұр. Мен сізбен танысқаныма өте қуаныштымын. Біздің отбасымызға қош келдіңіз. Бақытты болыңыздар. Мен де қуаныштымын. Жарайды онда, депутат. Жақсы. Айтпақшы. Дәулет, жоғалып кетпе. Рахмет, Әлішер. Сайлаушылар болмағанда, қазір екеуміз кафеде әңгіме айтып отыратын едік. Сайлаушылардың келгендері сізге сенім білдірген көрсетеді. Саған рахмет. Сен болмасаң, аш қалғанда екенбіз ғой. Шынымды айтсам, өзімнің де қарным ашып кетіпті. Көмекшісін аш қалдыратын қандай депутатпын, е? Оныңыз рас. Мұнаға не керек болды екен? Алло, Әлішер. Жәнібек, сәлем. Тыңдап тұрмын. Біз комбинатқа қажетті құрал жабдықтарға тапсырыс берсек пе деп едік. Маған Николайдың нөмірін бере аласың ба? Иә, қазір жаз жіберем онда. Жарайды. Өзіңмен кездесіп сөйлессем деп едім. Ертең уақытың бола ма? Егер ертең болатын болса, онда кешкі 6-дан кейін. Өйткені түсте... Пікірсайысыңыз бар. Иә, пікірсайысым бар. Жақсы. Жақсы, келістік. Досқан пікірсайысқа келер ме екен? Қайдам, Мәулен келетін шығар. Меніңше Мәуленнен абай болу керек. Бір жаман ойлар бар сияқты. Рахмет саған, Зарина. Мені ойлап ойымдаған үшін рахмет. Бәрі жақсы болды. Дәулет Әлішердің інісі. Одан 3-4 жас кіші. Түсінік. Ал сонда ұйымдастырған қылмыстық топ басқаратын жайлы не білесіз? Мұнасы болмай ма? Біздің жұмысымыздың барысы осындай. Радиодан берілетін хабарды дауыспен жазылу керек. Әйтпесе ешкім сенбейді. Сонда сен не, мен даусымды жалпақ жұртқа жарияламақшысың ба не? Сіздің даусыңыз компьютермен өзгертіледі. Адам және заң деген бағдарламаны көріп беріңіз. Тура сол сияқты. Білмеймін. Дауыс жазбай қойға болмай ма не? Жарайды. Қаламасаңыз жазбай қойын. Мен мақалатырымды шығарамын. Мен саған қыруар ақша төлеп отырмын. Сондықтан да бұдан кейінгі шаруаларыңды менсіз тындыршы. Бастаймыз ба жоқ? Жарайды. Сіз Әлішердің інісі Дәулетті ұйымдастырған қылмыстық топтың басшысы деп тұрсыз. Иә, ол ұзақ жылдар бойы қылмыстық топтың құрамында болып келеді. Және осы қылмыстық топты қаржылай көмек беріп отқан адамдар жайында мәліметтер де бар. Олар кімдер болуы мүмкін? Қалай кімдер болуы? Ол әрине Әлішер Аманғали. Менің ойымша, ол осы қылмыстық топтың ықпалын көтеруге арналған ұзақ жылдық өзінің жоспары бар. Мұны мен не айттыңыз келіп тұр? Ол егер депутат болатын болса, оның қолында үлкен мүмкіндік болады. Сол кезде осы жоспарларын іске асырады. Сонда ұйымдастырған қылмыстық топ немен айналысады? Білмеймін. Рекет, сирек кездесетін металдарды сату, тендерлік құжаттар заңсыз жасау, тағы не? Осыны дұрыстап, нақыштап айтып беріңізші. Осы айтылғандардың бәрімен айналысады. Жоғары қызмет тұтқан адамдарға пара береді. Ал олармен келіспегендерді өлтіруге дейін барады. Осын жасайын деп отқан адам депутат болмақшы. Бұл нағыз жендет қой. Түсінікті.
сіз әлі ұйықтаған жоқсыз ба? Ұйықтағам жоқ, қызым. Не болды? Бір жеріңіз ауырып тұр ма? Дәрігер шақыртайын ба? Жоқ. Дәрігерден маған қайран жоқ. Жан жүрегім ауырып жатыр. Қаншама жыл бірге өмір кештік. Ал енді орны ойсырақ қалды. Жүрегімнің бір бөлшегін біреу жұлып алып кеткендей. Түнде оянып, көрпесін жөндейін десем ол жоқ. Құдіретің күшті Алла. Неге екеумізді бірге алмады екен? Неге? Апа, олай айтпаңызшы. Бұның бәрі Алланың жазғаны ғой. Білем. Бірақ өте қатты қиналып жүрмін. Апа, осы бөлмеде атаның рухы жүрген шығар. Жыласаңыз қатты қиналады. Жыламаңызшы. Жыламаңыз. Қойма. Болды. Мен үйге қайтам. Ал егер хабарлассашы. Хабарласпайды, ол онсыз да түсінікті. Ол ақымақ емес. Ол біз шалыспастық. Ол нағыз ақымақ мен. Қолда барыңды үйлестіріп, жұмыс істесең де ешкімнен кем болмайсың деп әкем айтшы еді. Ал мен қиялға беріліп, шектен тыс құтырып кеттім. Егер сол фирмаңда жүргенде, қанша ақша табар едің, айтшы ал? Оны кім біліпті? Қайтыс болардың алдында әкемнің не істегісі келген білесің бе? Айт. Моноблок қойып, шұжық жасауды қолға алғысы келген айтқан. Ал мен бәрін құрттым. Моноблок? Ол сондай контейнер. Ішінде бәрі бар. Пеш, еткескіш, тоңазытқыш. Енді мен. Тұра. Шұжық жасау керемет кәсіп. Оны неге маған баяғыда айтпадың? Айтып тұрмын, ақымақпын деп. Мынау бір ойланатын нәрсе екен. Ет қашанда сұранысқа ие. Қолдан жасалған шұжық кез келген дүкенге өтеді. Баяғыдан бері неге ойымызға келмеген? Сен мені мазақ қылып тұрсың ба? Өзің емес пе түйеқұс деп қақылдап қоймаған. Енді мен де ақымақ болдым. Несін жасырайын? Бұлай болатын кім білген? Енді қарызға белшемізден баттық. Оны қалай қайтарамыз? Секрет. Алло, кім бұл? Алло, Мәди, мен ғой Секе. Сен ақша алып кел деп естідім. Секе, ассалаумағалейкум. Иә, мен ақшаны алып келдім ғой. Қашан апарып берейін? Ертең таңертең 7 қазынаға кел. Жарайды. Келісім шарт туралы айтып едіңіз, ол бола ма? Болады. Ол менің қолымда. Жақсы, Секе. Ертең келейін. Жақсы. Қалай сеніп қалды ма? Оны ертең көреміз. Жоқ қой анау. Енді біраз күтейік. Тыпыршымай тыныш отыра тұршы.
Мен одан ақшаны қайтып қайтарып аламын, соны ойлап отырмын. Мүмкін полиция хабарласармыз. Мен саған айттым ғой, енді тым кеш. Дәулет көмектесер. Әркім қорқытар. Бұл мәселені өзіміз шешуіміз керек. Ең басты келсін. Келді ғой. Ассалаумағалейкум жігіттер. Қалай? Жағдайларың қалай? Көп күттіңдер ме? Жоқ, біз де жаңа келдік. Мен де қазір ұшақтан ұстым.